Өмір болғасын қиындығы жоқ, өмір жоқ емес деп айтайын. Бәрі қиындық болады ғой. Енді Алланың берген қызым бар. Сол үшін қиындықты мойынсұнбаймын. Бәрі қиындық болады ғой, бірақ Аллаға шүкір, осы тіршілікке. Қызымызға қараймыз әйтеуір, қыз да болса баламыз әйтеуір. Соған қызымыз бар әйтеуір деп, көңіліміз марқайып, қызымыздың жүрген тұрғанына қарап. Шунатын жер жоқ, әжетхана жоқ. Сол қызым мойнында бәрі тірлік. Енді ол қызым былай шығып кетсе өте қиналам. Өмір жоқ сияқты да бізге. Ендігі тірлік әйтеуір, Құдайға шүкір дейсің осы. Такси болып жүріп жүргенімізге де сол. Жолдасын тапқанымен, Алланың бергенмен, нәпақысымен ауызбіршілік болып отырса сенеді. Алладан сұрайтын сол енді. Кез келген іздеген адамға жұмыс табылады. Жұмыс жоқ емес, жұмыс бар. Мынандай қашпай, жұмыста көзін тауып істеу керек та. Ол келгенше енді қорқып отырасың енді. Оңай емес. Мынаны айдаған кезде қатты қиындық тудырмай ма? Жоқ, онша қиындық тудырмайды. Өзім үйренген ғой соған. Өзім токырға заказ берген, осылай маған ыңғайлы еді. Бір қолмен айдауыма істейтін қылып жасап бер деп заказын. Былай өзім установкасын өзім айтқам. Аяғым жоқ болса да екі қолым бар, екі көзім бар. Алла осында, осы өмірме де осы нәсіпті, кәсіпті берген шығар, өмір сүрсін деп. Өмірдің неше түрлі ауыртпағына төзіп шыдау керек. Арман деген көп. Үйіміз кең болса, ішінде ванна жуынатын жерлер болса, сен бір жерге барып қалсаң қиын енді. Жерде жүріп топыраққа етіп, оны қызым айдай алмайды. Өзің еліңдегі мақтаныш сезінбейді, өзің жерің, өзің тәуелсіз мемлекет бізде. Мен мүгедек болып жүрсем де осыған мақтан тұтамын. Thank you.